Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгін біз Құнанбай Сұлтанның жары Ұлжан анамыздың Абайды босанар алдындағы басынан өткізген қиыншылықтары, Ырысымбет бидің Ұлжан анамызға берген батасы туралы әңгіме қылатын боламыз. Бірде Құнанбай Сұлтанның жары Ұлжан анамыз қатты науқас тартып жатып қалады. Сол маңның емшілерін түгел жағалаған. Емі табылмай, шарасы таусылуға шақ қалғандай уақытта үйіне жолғанақ болып Нұрбек би қонды. Мән жайға қаныққан соң, дерттің сырын ұққан ол: "Уа сұлтаным, жарыңыз киелі батаға жерік екен. Ол батаны тек тектінің тұқымы ғана береді. Біздің сырдың бойында Ашамайлы Керей хан бас батырдың ұрпағы Ырысымбет палуанға жүріңіз. Түбі асылдың түкірігі тисе, түлеп шығады" деп, Құнанбайды алыс болса да түбінің қайыры бар Айшықтағы ауылына бір жағы қонақ болып кетуге шақырады. Құнанбай оңашада ойланып болып, аузын айға білеген Ханбас Қанайұлының ұрпағына барайын, қамсы жүргенде қосағынан айырылып қалармын деп, тобықтының жігіттерін ертіп жолға шығады. Алыс сапар ауыртпашылықсыз аяқталсын ба, арып-аршып ескішіліктегі Ырысымбет палуанның шаңырағына кеп тоқтады. Палуан үйінен далаға шығып келе жатыр екен. Құнанбай Сұлтанды алыстан таныды, қарсы жүрді. Қадірлі қонақ арқан тастам жерге келгенде айқайлай амандасып: "Уа тектінің тұқымы, әкең Ағасұр би, Мырзабай алты ата көктің ұлына батпан асыра бата бергенде, маған да сол батаның бұт келісіп бұйырар ма деп ат басын бұрған бұйымдайым бар еді" деді. Жүзіндегі жұтаң қалпын жасыра алмаған күйде. Палуан демін ішке терең тартып: "Құнанбай, Алланың жолын ұстанған азаматсың. Жүзің жұтаң, ойыңды ұқтым. Жалауыңа жебеуің болсын жұбайым" деп жүресінен отырғыз деді да, күректей алақанын күншығысқа қарата жайып: "Уа келінім, келім, сүзіп келген көз аулақ, түртіп деген тіл аулақ. Сүбе-сүбе сөйлесем, батыр қанбастай шер көрсін. Қолы жетпейтін жеріне ойы асатын ел берсін. Тақымы талмас алатаудай, сүңгі алмайтын ер берсін. Жерік болып жеріксең, ішкен жегенің ем болсын. Алты алаштың асылы болар, алтын асық ұл берсін. Әділдік болсын ұраны, сүзбе түссе өлмесін. Әумин, батаңыз бақ болып қонсын палуан. Уа тобықтының тұғырлысы, жол соқты болып қажыған сияқтысыз. Төрге шығып табан суытыңыз, келінде тынықсын. Алла пейіліңізді көтерсін." Олар үйге енді, мал сойылып, дастархан жайылып, құтты қонақтардың келуі аламан бір мереке сияқтанды. Көп ұзамай сұлтанның жары Ұлжан басын көтеріп әлденді. Осы сапардан аман есен ауылына қайтқан Құнанбайдың жары көп ұзамай дүниеге алтын асықтай ұл әкелді. Атын Азан шақырып Ибрахим деп қойды. Анасының құрсағына біте сала, киелі батаға қанық болған ол баланың адамзаттың бағына туған ұлы Абайға айналарын кім білген? Аталардың ақ жолы кітабынан.